өзі әке-шешесін сыйлатқысы келеді. Өзі әйелінің әке-шешесін сыйламайды. Бұл қалай болады сонда? Біреуді қарату үшін біреуге қарау керек. Сен әйеліңнің ата-анасын құрметтемесең, сенің ата-анаңды әйел қалай құрметтейді? Қай бетімен құрметтейді? Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің әйелі Айша анамыздың әкесін Абу Бәкірді құрметтеп өтті. Арасы 2 жас. Өзінің құрдасының құрметтеп өтті. Не болды? Айтыңызшы. Біздікілер бүйтіп айтады. Сенікілер келді дейді. Көшеде қайнатасын көріп қойса, көрдім ананы дейді. Енесін көрсе, это вообще ол. Не сөз ол? Ертең сенің қызыңда сол болады. Жек көреді күйеу балаң, боқтайды сені. Ол айналып келетін дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ант ішіп айтқан. Уаллахи деп ант ішіп айтқан. 3 нәрсеге Аллаға қасам ішіп айтқан. Не нәрсеге? Біріншісі, тілемшілік, қайыр тілеген адам ешқашан байымайды дейді. Екіншісі дейді, қарғанып тұрып айтқан пайғамбарымыз. Садақа бергеннен кедей болмайсың дейді. Абылай математикаға салсаң, арифметикаға азаяды ақша. Бірақ садақа берген адам азаяды деп есептесең күнәлі боласың. Көбейеді дейді. 3-ші пайғамбарымыз ант ішкен. Біреуге істеген жақсы жамандығың алдыңа келеді дейді. Аллахи көресің дейді. Әйеліңе істеген жамандық алдыңа келеді. Күйеуіңе істеген жамандық ол да сен алдыңа келеді, әйеліңе. Сондықтан ол жақтыртпау деген ол надандық ол. Ол ана кішкене сондай тәрбие ол. Настроениесі бұзылып кетеді, келе жатырмыз десе. Дұрыс емес. Түсінген аналда кеткісі кеп тұрады, енесі байқұс. Ona орыстан қалған дүние ол. Соның біреу моя теща, мой враг деген сөз.